Жапырағын ағаштардың селбіретіп, тойға бөлек елімізді күзім келді, нұр тамшысын аспандан мөлдіретіп. Қарсы алайық бәріміз, жасымыз бен кәріміз, қырдай кепті қыдырып, алтын күз бізге нұр төгіп. Тілегім аман болсын, ел іргесі, алтын күз қайта елді берекесі. Молшылықтың жаршысы бола білді, алтын күз ырыс береке бірлік ала келді. Армысыздар балалар, қадірлі қонақтар. Бүгін мінеке бізде алтын күз келді бақшам атты ертегі күнімізді бастаймыз.
сәлеметсіз бе ата? Бізді бүгін алтын күз орманға шақырып еді, соған қонаққа келдік. Алтын күзге жол таба алмай жүрсіздер ме балалар? Иә, жол таба алмай келдік. Жол таба алмай жүрсеңіздер балалар, кәне қазір сіздерге көмектесемін. Қазір көмектесемін. Мынау сіздерге көмегім менің. Осы сіздерге жол көрсетеді балалар. Рахмет ата сізге. Бізге жақсы жол көрсететін ағаш бердіңіз. Біз осыменен алтын көздің орманына барамыз. Жолдарың болсын балалар. Жемістер араласып кетіпті. Қазір біз осыларды ажыратып берейікші? Шау! Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Бар кеттір. Үстеріне батпағыңды жағайын ба? Не істеп жүрсіңдер мұнда? Мені танымай тұрсыңдар ма? Мен жолда шалқайып жатамын. Сендердің аяқтарына жабысамын. Мен батпақ қызбын. Бүгін бізбен бірге қонақта болыңыз. Біздің балалар әдемі әндерін, тақпақтарын айтып береді. Туған гүлді жинап зағырады. Жақын күз саяндаған күліп ойнап келді мені алтын күз. Желтінсіз көлдеп болып кетті тақ бұзық. Судайды тақ терек, запырағы үзіп. Кездескен соң күзімен бұтағына әзірді әзірбек саралтан айналарын бәрі алтын. Соңғы сылақта өліп, алтынданып тұраймақ. Ақ сәулеге соңып, запырақтар сүрінеп, көптен көзім білінмей. Қызғыл тартты жарығыз, тер қызын қиялмай, мұздырапты сарығыз. Жатыр дала жатылдап, засуағы мол құйды. Оның астында алтындар тербелейі тоғыйды. Туғазы батырып, көз емес сіздер, апырақ салғайып, қалтырап түседі. Аспанда зор бұр, жандақта завады. Күн суытып, заның қол савады.
Ручку с миром отпустили, ручку плакать перестала, а потом совсем пропала. Сендер менің күзгі орманыма қонақ болып келіп жатсыңдар. Қош келдіңдер. Қандай бүгін барлығын әдемісіңдер. Ендеше мерекені әрі қарай жалғастырамыз ба? Иә! Маған арналған тақпақтарың бар шығар? Иә! Бар ма екен? Иә! Кім маған тақпақ айтып береді? Алтын сары қызы көп. Алалым запақ күзгі бақта қонып, құс тартады забақ. Тадан жер соқысында. Сыдырайды. Қатырап. Күз келді алақай. Алтын терді данаға. Дәні бітпейді. Құйып жатып қамбаға. Молшылыққа бөлеген. Сәйінеткен істеген. Көздеді қалтат. Ыстық үйе бақшамен. Сайыздай күткен бәрі мұрш. Сары күш, сары алтын. Көк аспанның Көк аспанның мөлдіреп, алтын күнін алтын күнім елжіреп, елжіреп, асыл салып асыл салып, жүре жүре бер, бер, сары көйлегін желбілейді. Күн суытып келеді, сапыраққа төседі, ақты шымышы өті, қамбамызға қиылды. Алтын күзім қош келдіңіз, қош келдіңіз көретіңіз, көзімізге көрінбейін, бізбен бірге әндетіңіз, сағатыңды шатыраған, көйлегіңіз жетпейді, дидарыңа көз тұрмаған, бейнелерің ежірейді. Армысыздар бағындарым, әсем екен ән жырларым, себеп толы жемістерді өздеріңе мен сыйлаймын. Берекелі алтын күзім, сыйлығына біз ризамыз. Берекелі алтын күзім, жемісіңнен дәм татамыз. Рахмет саған алтын күз. Ой, сәлеметсіздер ме балалар? Қандай әдемі балалар бүгін. Балалар, мен сендерге орманнан сыйлық теріп алып келдім. Қазір соны сіздерге беремін, иә балалар? Ұнай ма сыйлық сіздерге балалар? Балалар, жаңа қолына ұстап келіп едім, сендерге сыйлық орманнан теріп алып келіп едім. Жоқ, қайымға жібереді. Балалар, сендер көрмедіңдер ме? Мен себетімді кім алып кетті? Түлкі алып кетті ма? Қап, түлкі алып кетті ма? Сендерге орманнан көп сыйлық алып келіп едім. Түлкі алып кетті ма? Енді не істесем екен балалар?
Hadi ballar, bizimizden көмегіміз керек екен. Қандай көмегіміз керек екен? Аюжан, мен балаларға орманнан бір себет сыйлық теріп алып келіп едім. Түлкі деген ұрлап кетіпті сыйлығымды балаларға келе Қу жатқан. түлкі, ол қу түлкінің жүрген жері сол ғой. Қазір мен енді не істесем екен? Ал сіздер ойнай тұрыңыздар. Мен қазір түлкіні алып келейін. Қу түлкі, оның несі? Себетін алмамен. Ой балалар, мынаның ішінде бір кішкентай алма қалыпты ғой. Оны мен сендерге қалай жеткіземін? Қалай бөлемін мына балаларға бір алманы? Жетпейді ғой мынау Түлкіжан. Қалғаны қайда Түлкіжан? Жеп қойды. Түлкі жеп қойыпты. Енді не істейміз балалар? Оған не істейміз? Бірақ түйір алма қалды. Барлық алманы жеп қойды. Не істейміз, не істейміз? Сиқырлаймыз. Қазір көп алма шығарамыз. Түлкіжанның ойлағаны бар екен. Не ойлап тұрсың Түлкіжан? Қалай сиқырлаймыз оны? Балаларға қалай бөліп береміз енді? Мына себетті ортаға қоямыз. Менде бір сиқыр бар. Соны сиқырлап, көп алма қылып шығарамыз. Жарай ма балдар? Ал қайда? Ол үшін көзімізді жұмайықшы. Көзімізді жұмамыз. Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, мынау деген үлкен алма болып кетті ғой. Оны қалай бөлеміз тағы да? Сиқырымыз дұрыс шықпай қалды ау деймін балалар. Көзімізді дұрыстап жұмамыз. Дұрыстап жұмамыз балалар. Барлығымыз бірге айтамыз. Бір, екі, үш, сиқырымыз. Ал дұрыстап айтайын. Тағы да айтамыз балалар шықпай ақ сендер көздеріңді жұмамыз. Ал Түлкіжан енді риза болдың ба сен? Әрине, мен балаларға себет толы алма алып келдім орманнан сыйлыққа. Ұнады ма балалар? Рахмет сендерге. Қазір мына алманы таратып берейін, иә, сіздерге балалар.